Бәріңе сәлем, мен Жасик. Иә достар, бүгінгі видеода біз Клаунчерде қалай скинді ауыстыратын сендерге көрсететін боламын. Әркім әртүрлі лаунчермен ойнайды. Клаунчер, андай сындағы бір лаунчерлар бар. Сол лаунчерлермен ойнайды, әркім әртүрлі. Ал мен өзім клаунчермен ойнаймын. Короче, бізге біріншіден ол аккаунт ашу керек сіздерге. Аккаунт ашатын негізі байфи қосып тұр менде. Осыны көрсетпей жатыр сендерге. Қойып тұр сәл. Осыны скиннің үстін басасыздар. Стивтің. Одан кейін осы жерде аккаунтты ашасыздар, короче. Осы жаққа кірген кезде ашады осылайынан. Мінекей мен атын Жасик бір-екі, үш, короче. Кірген кезде осы жерде осындай болып тұрады, мінекей. 0-ші уровень, қанша уақыт ойнаған жазып тұрады. Сендер аккаунт ашу керек ол үшін. Бізге бірінші скинді ауыстыратын кезде осы жерде сменить скин деген жер басасыңдар. Вот міне осы жерде скиндерің тұрады сендерде. Ал егер сіздер галереядан скин қоямын деп жатсаңыздар, галереядан даже телефон компьютердің ішіндегі неден скин қоямын деп жатсаңыздар, вот осы мына жерді басып қоясыздар. Ал мына жақта өзінің арнайы берген скиндерін қоямын десеңіздер, осы жақтан бір скин таңдап қоясыз. Мен өзім скинім ашпай тұр, сол үшін осы жақтан бір скин қоя салдым видео үшін. Осы жақтан аккаунт жасар, міне выйти деп тұрады сендерде. Осы жерден друзья қабылдауға профилін көріп, выйти деп басқа аккаунтқа ауыстырып ашасыздар, короче. Келесі видеода көрсетeceğim қалай аккаунт ашу керек екен. Осындай мінекей. Үстіне аласыңдар. Осылай болды. Бұл жақта үстіне қанша ашқан аккаунттар жазып тұрады. Менде көрсетпей тұр қазір вообще. Мод қосу керек екен, бәрін көрсете аламын. Бірақтан менде уақыт ондай қатты жоқ. Аккаунт ашатын кезде, короче, көп нәрсе керек емес. Жақта осылайынан. Жақта друзья қабылдауға қояды, бір-бірін шақырып онлайн ойнауға. Типа қосылу үшін клаунчерде осылай негізі, басқа лаунчерлерді білмеймін енді. Кейде лаунчермен түсіремін, клаунчермен түсіремін ғой. Типа екеуі бірдей оп-оңай негізі. Үйреніп алсаң болды. Осындай міне. Сіздермен болған мен Жасик, ал енді сау.